Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі 6-шы сабақ. Бүгінгі сабағымызда біз 5-ші сабақта өткен сұхбаттасу мәдениетінің 2-ші жартысын өтетін боламыз. Ендеше бүгінгі сабағымыздың мақсатымен таныс болайық. Бүгінгі сабақта біз дұрыс сөйлей алу нормасының, яғни орфоэпиялық норманың, соның ішіндегі сөз ішіндегі және де сөз аралығындағы ілгерінді, кейінді және де тоғыспалы ықпал түрлерінің заңдылықтарына сәйкес айта білуді үйренетін боламыз. Ендеше бүгінгі сабаққа мен сендерге мынандай бір тест жүйесін дайындап алып келдім. Бұл жерде Kahoot программасы арқылы арнайы тілдік бағдарымызды қайталауға арналған тесттерді дайындап алып келдім. Бұл тесттерге сендер WhatsApp желісі арқылы кері байланыс жасап жауап бересіңдер. Мен сол жерге сендерге ссылканы жіберемін. Ендеше сабағымыздың негізгі бөліміне өтетін болсақ, бүгін біз сабағымыздағы жаңа ақпаратпен таныс болайық. Ол үшін сөйлеу этикеті мәтінін бірге түсініп, мәнерлеп, зейін қоя отырып оқиық. Сөйлеу этикетіне жататын сөздердің бірі қоштасуға қатысты сөздер. Сау болыңыз, қош болып тұрыңыз, келесі кездескенше, көріскенше күн жақсы, жайлы жатып жақсы тұрыңыз, жолыңыз болсын, сапар сәтті болсын. Тағы да басқа жағдаятқа орай қолданылатын мұндай сөздерде мағыналық реңк айырма бар. Мәселен, бүгін ертең немесе таяу күндерде кездесетін, хабарласатын қызметтес адамдармен көріскенше күн жақсы, аман барып сау қайтыңыз деп қоштаспайтыны белгілі. Ал алыс жолға шығып бара жатқан жолаушыға сау болыңыз деп қана қою салғырттықты білдіреді. Сондықтан мұндайда сапар сәтті болсын, жолыңыз болсын тәрізді сөз орамдарды қолданылады. Сөйлеу этикетіне жататын эмоцияға бай сөздер тобы құттықтауға қатысты сөздер. Адамдар біреудің қуанышына әрдайым ортақтасып, ықылас білдіреді. Әсіресе жасы үлкен кісілер үйленген жастарға қосағыңмен қосағар, босаған берік, шаңырағың биік болсын, қадамдарыңа гүл бітсін, нұр жаусын деп ақ тілеу, адал ниеттерін білдіріп жатады. Шын көңілден шыққан сөз жүректі тебірентеді. Ендеше балалар, мен сендерге бүгін қазақ тілі туралы бір қызықты ақпарат алып келдім. Қазақ тілі білесіңдер ме, әлемдегі ең бай 3-ші тілге жатады екен. Ең бірінші орында кестеге назар аударсаңдар, араб тілі. Олардың сөздік қорында 12.300.000 сөз бар. Одан кейін ағылшын тілі. 750.000 сөзден тұратын сөздік қорлары бар екен. Ал одан кейінгі әлем бойынша ең бай 3-ші тіл ол біздің қазақ тіліміз. Қазақ тіліндегі сөздік қорымызда біздерде 600.000 сөзіміз бар. Ал орыс тілі тіпті біздің сөздік қорымыздың жартысына әрең дегенде жетіп тұр. Ол 150.000 сөзден тұратынын байқап тұрсыңдар, балалар. Ендеше балалар, осындай сөздік қорға бай сөзімізді неге біз құрметтемеске? Өз тілімізді біз дұрыс құрметтей алуымыз үшін қазақ тілінде біз өзге тілді сөздерді шұбарлатып араластырмай, таза сөйлеу арқылы біз өз тілімізді құрметтей алады екенбіз. Жоқ балалар, сендерге айтпаймын, өзге тілдерді жек көріп кетіңдер, ол тілдерді мүлдем сөйлемеңдер демеймін. Әрине, ол тілдердің біздерге де пайдасы болады, пайдасы тиеді. Бірақ та сендерге айтарым, қазақ тілінде сөйлегенде өзге тілді сөздерді араластырмай, құраластырмай, шұбарлатпай сөйлеулеріңді өтінемін. Ол сендердің қазақ тілін құрметтеулерінің басты белгісі болып табылады. Қазақта бір жақсы сөз бар, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Өз тілімізді құрметтеп жүрейік, балалар. Ендеше, мен сендерге бүгін сұхбаттасу мәдениетінің алғы шарты амандасу туралы қызықты видео ақпарат алып келдім. Бұл видеоны ссылканы басып, барымыз бірге
көрейік. Сендерге видео ұнайды деген ойдамын. Қазір жүктеліп алсын. Амандасу бейбіт бейілдің, ыстық ықыластың белгісі. Қазақ ұғымында сәлем берудің де салмағы, мән мағынасы бар. Қазақ халқының ең үлкен сыйластық дәстүрі кәрі мен жасқа, ұл мен қызға, ана мен келінге деген ерекше құрмет ретінде әртүрлі амандасқан. Ер азаматтар қос қолдап, Алланың сізге рахметі жаусын деген сөзбен амандасқан. Сәлемін қабыл алған адам уағалейкум ассалам деп жауап қатқан. Ассалаумағалейкум ата. Уағалейкум ассалам айналайын, өркенің өссін, молда бол айналайын. Үлкен адамдар кішкентай жеткіншектердің маңдайынан сүйеді. Бұл маңдайы жарқыраған асыл азамат бол дегеннің белгісі. Ал көзден сүйу, көзімнің ағы мен қарасындай қымбатсың, өмірімнің жалғасысың, менің көзімсің дегенді білдіреді. Қазақ 2 жастан асқан баланы бүлдіршін дейді. Бұлдырлап тілі шыққанда періштедей пәк перзентті тек иіскеп қана қойған. Өйткені жас баланың иісін иіскегенде қарт адам рухани нұрланады екен. Халқымыздың амандасу салтының ішіндегі ең ерекшесі келіннің сәлемі. Келін ата-енесі мен қайын жұртына қол беріп, немесе бет жақындасып амандаспаған. Өзіндік келіндік ізгілігін ұстанып, үлкенге деген құрметін иіліп қана көрсеткен. Ұлтымыздың ұранды ұлы ат үстінде жүрген. Өз секілді тепсе темір үзетін үзеңгілестеріне аттан түсіп сәлем берген. Бір-бірімен төс қағыстырып, амандық сұрасқан. Төс қағыстыру батырларға ғана тән. Бұл арқылы шынайы достықтың белгісін көрсетіп, үлкен сенімін білдірген. Демек, бір-біріне сенетін жігіттер ғана төс қағыстырған. Қырасып келе жатқан қыздар серлерді кезіктіріп қалатын болса, бас изеп қана амандасқан. Көпшілік ортада бір-бірлеп емес, жалпыға ортақ сәлемдескен. Бозбаламен бойжеткен сыйластық танытып, тек ишара ғана жасаған. Бұл біздің дәстүрімізде ұл мен қыздың арасындағы сыпайылықты сақтаудың құнды белгісі болған. Видео ақпарат ұнады деген ойдамын. Видео ақпаратта бізге амандасудың түрлерін үйретіпті. Үлкен кісіге жас бала ассалаумағалейкум деп амандасады. Онымен қойылма жас келін ата-енесіне иіліп сәлем береді. Не болмаса өзімізге күнделікті қарым-қатынасымызға керек. Қыз бен бала бір-бірімен қалай сыпайы амандасу керек екен. Яғни қыз бала ер баланың көзіне тіке қарамай, басын изеп, жай ғана сәлем берген екен. Енді балалар осындай амандасу түрлерінің барын дұрыстап біліп, сұхбаттасу кезінде, яғни қарым-қатынас жасаушы адаммен дұрыс амандаса білу, ол ең бірінші сұхбаттасу мәдениетіміздің алғы шарты екенін ұмытпаңдар. Ендеше балалар, сабағымызға кері байланыс жасау үшін оқулықтағы 17-ші беттегі 9-шы тапсырма мен одан кейінгі 17-ші беттегі 11-ші тапсырманы талдау жасап, кері байланыс жасайық.